Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және семинарға қатысушылар. Заман талабына сай қоғамда ақпараттандыруда педагогтар біліктілігін жетілдірудің, соның ішінде ақпараттық коммуникациялық технологияны білім беру саласында қолдану мен қолданыс аясын кеңітудің, еліміздің білім саласын дамытудағы негізгі басым бағыт екені анық. Білім беру үрдісін ақпараттандыру, жаңа ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану арқылы дамыта оқыту, жеке тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу тәрбие үрдісінің барлық деңгейіндегі тиімділігін, нәтижелілігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. Білім беруді Айымгүл Еңсеңден қызы, микрофоныңызды жағыңызшы, сізді естімей тұрмын. процесс. Естіп тұрсыз ба? Естіліп тұрмын ба? Пликерс бұл статистикалық жұмыс жасау үрдісін жеңілдететін және сыныптың жауабын лезде бағалап беретін қосымша. Пликерсте жұмыс жасау үшін мобильді қосымша болу керек, сайтқа тіркелу және QR кодтары бар карточкалар қажет. Бұл карточкаларды Пликерстің ресми сайтынан жүктеп алуға болады. Біз жарнамалардағы QR кодтарды көрген кезде, ол кодтар нақты бір сайтқа қосымша ақпарат алу үшін сілтеме жасайтынын білеміз. Бірақ бұл QR кодтардың жалғыз ғана қолданысы емес. Карточкалардың 5 түрлі жинағы бар. Кез келген жинақта әр карточканың өзіндік реттік нөмірі болады. Ол карточканы нақты бір оқушыға беріп, оның жетістіктерін бақылауға мүмкіндік береді. Пликерс мұғалімнің ұялы телефонын немесе планшетін, смартфонын, оқушылардың карточкаларындағы QR кодтарды оқу үшін пайдаланады. Әр оқушыда жеке карточка болады. Карточканың 4 қабырғасы жауаптың 4 нұсқасын білдіреді. Оларды бұру арқылы оқушы дұрыс нұсқасын таңдайды. Алдын ала бағдарламаға сыныптың тізімі ендіріледі. Сол арқылы әр оқушының сұраққа қалай жауап бергенін білуге болады. Пликерс қосымшасы арқылы тақырып соңында тест өткізуге болады. Ол үшін алдын ала сыныптың тізімі мен тест сұрақтары енгізіп қою қажет. Оқушылар карточкаларын дұрыс жауабына бұрып, бір уақытта көтереді. Ал мұғалім ұялы телефонына түсіріп алады. Бағдарлама жауаптарды сканерлеп, нәтижесін көрсетеді. Көбінесе оқытушылар әсіресе аға буындағы білім беру жүйесіндегі жаңа технологияларға әзер дағдыланады. Ал Пликерстің тиімділігі осында, ол оқу үрдісін өзгертпейді. Ол қосымшаны қолдану үшін компьютерлік сынып және басқада техникалық қажет емес. Тек қана мұғалімнің смартфоны қажет немесе планшеті. Сонымен қатар оқушылардың өзіне де қызықты болады. Себебі сабақта ойын элементтері қолданылады. Келесі бағдарламалардың бірі ол Learning Apps бағдарламасы. Бұл
әртүрлі пән бойынша интерактивті тапсырмалар құруға арналған сервис. Бұл сервис дайын шаблондар арқылы жұмыс жасауға негізделген сервис, бірнеше тілді қолдайды. Тағы да бір жоғарғы мүмкіндіктерге ие интернет бағдарламалардың бірі Kahoot. Бұл веб-сервис оқушының әр тақырып бойынша білімін бекітуге, тексеруге мүмкіндік береді. Викторинаны жүргізу барысында оқушылар арасында байқау ұйымдастыруға болады, сонымен қатар қашықтықтан оқыту мақсатында да қолдануға болады. Padlet бұл веб-сервис фото, файл, ғаламтор беттеріне сілтемелер және ескертулер тіркеуге болатын виртуалды тақта. Олар жеке бір жоба, кез келген қолданушыға оқуға және өзгертуге болатын бейнелеу тақтасы, немесе бірнеше қолданушыдан тұратын ақпараттар алмасатын алаң болуы мүмкін. Қорыта айтқанда, заманауи компьютерлермен және бағдарламалармен қамтамасыз ету оқу әдістемелік жұмыстардың қолайлы және оңтайлы ұйымдастырылуы біліктілік арттыру курстарының сапасын арттырады. Қазіргі кезде ақпараттық технологияларды қолдану саласында мұғалімдерге теориялық білім беру даму үстінде және қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды пайдалана білу дағдылары жетілдірілу үстінде. Демек, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданушылар ортасы көбейіп келеді. Ал бұл заманауи білім берудің талаптарына сай келеді. Назарларыңызға рахмет.